Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Бүгін сіздерге міне 40 жас деген әнді үйрететін боламын. Бірінші жолы. 10 жасымда ойын қумай, 10 жасымда ойын қумай ой уақытым. Міне бірінші, ешқандай пернені баспаймыз, қағыс төменге. Сосын 5 пен 3-ші перне. 1, 2, 3, 4, 5, үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне. Төмен, жоғарыға. Сонда бірінші төмен, сосын жоғарыға. Сосын қайттан ашық. 4 қағыс болды сонда. 10 жасымда. Сосын 5 пен 3-ші перне, қайттан 3 қағыс қағамыз, төмен, жоғары, төмен. Сосын 5 пен 7 жоғарыға. Сонда бұлай. 5 пен 3-тен соңында 5 пен 7-ге барамыз. 10 жасымда ойын қумай дегенде соңында 5 пен 7-ге барамыз. Сонда басынан бастап. Қағыстары алмай кезек, сосын екінші жол міне. Бірінші жолын жалғасы. Ой бақытым. 5 пен 5-ші перне. Үстінен де астынан да 5-ті басамыз. Ой бақытым. Сосын тағы 2 қағыс бөлек. Сонда бұлай болды. 10 жасымда ойын қумай ой бақытым. Сосын әрі қарай екінші жол. Ал 20-да жалын атқан бойдақпын. 5 пен 5-ші перне, 4 қағыс бірінші. Ал 20-да әрі қарай тағы да 5 пен 5, 2 қағыс. Жалын тағы да 5 пен 5, ат. Сосын 5 пен 8 қан, жалын атқан деген сөз ғой. Жалын атқан. Сосын 5 пен 7 бойдақпын. 2 қағыс бөлек. Сөзін жаңағы жазып алыңыздар. Ютубта бар айтқан сөзі. Сонда бұлай екінші жол. 5 пен 5-тен бастаймыз ғой, 4 қағыс. Тағы төмен, жоғары, төмен, 5 пен 8 жоғары. Сосын 5 пен 7. Ал 20-да жалын атқан бойдақпын. 10 жасымда ойын қумай ой бақтым. Ал 20-да жалын атқан бойдақпын. Міне, көрдіңіздер ма достар? Осы оңай әдіс арқылы сіздер тез, мысалы, бірден тартып кете аласыздар. Бірінші бөлімі, тағы келесі бөлім шығаратын боламын. Сосын менің мынадай кітапшам бар. Электронды нұсқада бар, WhatsApp-тан ала аласыздар. Домбыраны оңай тартуға арналған кітапша бар осындай. Ішінде 7 ән бар. Қалай тарту керек, нені басу керек, ішінде барлығы жазылған.